Моя будущая профессия – электромеханика. В детстве все мечтают стать космонавтами, врачами или полицейскими, но я решил стать электромехаником. Эта профессия также остро необходима в наше время, как логисты либо пожарные. Электромеханика берет свое начало с давних времен. Эта профессия сочетает большой спектр моих увлечений. К примеру, электрика, техноинженерия, а также многое другое. Как известно, любое творение рук человеческих нуждается в тщательном уходе и обслуживании. Недостаточно просто поставить в средь степи электростанцию и обеспечить ее необходимым оборудованием. Нужно привлечь к работе специалистов, осуществляющих текущий контроль дорогостоящей техники. От качественного выполнения поставленных перед ними задач зависит бесперебойная работа любого предприятия. Я могу гордо заявлять, что моя профессия одна из первых, кто начала процесс индустриализации. Моей профессии чуть больше 100 лет, но за эти 100 лет она подверглась кардинальным изменениям. Но через весь этот тернистый путь мы получили прекрасную специальность, которая до сих пор продолжает существование. Итог. Электромеханика выполняет львиную долю стабильности в нашем мире, отвечающая за безопасность и правильную эксплуатацию электрических оборудований. И также она имеет огромную историю, берущую начало аж с начала 20 века. Удивительная профессия, которая сочетает ум, терпимость, ответственность и безопасность. Болашақ мамандық электромеханика. Электромеханика дегеніміз не? Оның мен өз өмірімнен көре аламын ба? Электромеханиканың Қазақстаннан деген кең ауқымды сұранысқа дегенін мен көрдім. Себебі бұл мамандық маған таңдаулы бір мамандық сияқты көрінді. Және де мен бұл мамандық таңдап арқылы өз еліме деген жастар арасындағы үлесімді қосқым келді. Және де ұзынан ұзақ ойландырған сұрақ, мен бұл мамандықты алып кетіп, елімізге үлкен бір септігін тигіземін ба деп ойладым. Электромеханиканың қандай мамандық екенін түсіндіріп өтейін. Электромеханика өнеркәсіптік кәсіпорындарында, жобалау, инженерлік және ғылыми ұйымдарда үлкен сұранысқа ие. Қызметкерлердің кәсіби маңызды қасиеттері көру жады, моторлы ес, тұрақтылық, назар аудару және оның концентрациясын талап етеді. Жеке қасиеттеріне тоқтап кетсек, жұмысқа қабілеттілігі, ұқыптылығы, шыдамдылығы, шығармашылығы және ұйымшылдығы. Электромеханика инженері күрделі жабдықпен байланысы бар жұмыстардың ерекшеліктеріне байланысты. Жеке өз алдын тапсырыстармен айналыса алмайды, бірақ жеке кәсіпкерлік құрылымда кәсіпкерлік қызметке қатыса алады. Осы тізімдер бойынша мен электромеханика мамандығын және оған сай міндеттерін түсіндіре алдым деген үміттемін. Қорытындылай келе, мамандық таңдауда әрбір адам қателеспеуі керек деген қағиданы ешкім шатастырмағаны жөн. Себебі ол өмірге деген ең жауапты әрі нақты қадам. Біреудің таңдап берген маман өзіңнің таңдаған таңдауынан 10 есе артық. Сен істі сүйсең, іс саған бас деген сөз бар. Естеріңізде болсын, жақсы жұмыс жанға таныс.